Аманжол Рысмендиев, өрлеу кітабы 2 бөлім. Өзіңізді мақсатқа жету жолында шабыттандыра білудің әр тараптандырылған методикасы. Том кітап жазу үшін де, зәулім сарай салу үшін де сол іске итермелейтін үлкен шабыт керек. Шабыт жалқаулардың үйіне бас сұқпайтын тәкаппар ару. Оларды итермелеген күшке желтоқсанның қар боратқан қара суығы, үкіметтің шексіз қатыгездігі не кедергі бола алмады. Шыбын жандарын жіберекке тиген жастардың ой мақсаты рухы бір еді. Нені меңзеп тұрғанымды сезіп тұрған шығарсыз. Әрине, бұл тек Қазақстанның ғана тәуелсіздігіне емес, өзге де мемлекеттердің еркіндік алып, жеке мемлекет болуынан бұрындық болған 86 жылдың желтоқсан оқиғасы. Соншалықты деңгейде жүректеріндегі күдік пен қорқынышты сейілтіп, қыстың қара суығын елетпей, жастарды көтеріліске шығуға итермелеген, шабыттандырған ол қандай күш. Сонымен қатар бір адамның өмір бойғы сүрген өмірін, істеген ісін, ішкі құндылықтарын 4 томды қалың қылып қағаз бетіне қара сөзбен өрбіткен Мұхтар Әуезовке не әсер етті? Абай жолы кітабын оқыған болсаңыз, менің ойымды түсінерсіз. Қалың кітап жазу емес, 50 беттік бір шығарманы аяғына дейін оқып бітіруге ерініп, төзімі жетпейтіндер қаншама. Иә, бәріміз де үлкен жетістіктерді көргенде сол жетістіктің өзегі іспеттес болған еңбекке көңіл бөлеміз. Бірақ сол үлкен еңбекке, әрекетке қандай күш, қандай шабыт себепші болғаны жайында ойланбаймыз десем де болатын шығар. Күш демекші, 86 жылы көтеріліске шыққан жастарды көтеріліске шығуға, Әуезовті Абай жолы эпопеясын жазуға итермелеген ортақ шабыт, ортақ күштер. Ол қорлық пен жан рахаты. Желтоқсандық жастар неге көтеріліске шықты дейсіз бе? Біріншіден, қазаққа қазақ емес, орыс ұлтының басшы болғанын намыстану, қорлану болса, екіншіден, тәуелсіздіктің таңның беретін еркіндігіне, жан рахатына деген талпыныс. Мұхтар Әуезов те қалың елге ғибрат беретін Абай Құнанбайұлының ұлылығын дәріптер, ұлы еңбектен жан рахатын сезінгісі келді. Айтыңызшы, сіздің еңбегіңіз көп адамға көмектесетін болса, сізге және өзгелердің жақсы өмір сүруіне мүмкіндік беретін болса, сол еңбегіңізден жан рахатын сезіне алатын бедіңіз. Ал сізді ешкім сыйламайтын болса, денсаулығыңыз нашар болса, осындай деңгейіңізге намыстанбай, қорланбай, өзгелерді кінәлап жүре бересіз бе? Әлде намысыңызды қайрап, қайтсеңіз де қорланбаудың жолын іздейсіз бе? Жауабын айтпасаңыз да, табиғаттың кез келген адам қиындық пен қорланудан қашып, өмірден мейлінше көп ләззат алуға тырысады. Бақыт істеген ісіңнің жемісін жеп рахаттану. Менің де осы салаға түсіп, халықаралық бизнес-тренер, мотиватор болуыма итермелеген күш қорлану мен жан рахаты болып табылады. 3 жасымда анам мен әкем айырылысып, қарындасым анам үшеуміз нағашы әжемнің қолында тұрдық. Анам еш жерде жұмыс істемейтіндіктен тек әжеміздің зейнетақысына күн көрдік. Ақша жетіспегендіктен қандай дұрыс киім болсын. Мектепке анамның інісінен қалған ескі құсқы киімдерді киетінмін. Қасымдағы достарым заман талабына сай киініп жүргенде, менің осылай жүрген намысыма тиетін. Өз қатарымнан қалыспай киініп жүруге барымды салатынмын. Өзге балалар жазда демалыс орындарына барып, демалып, ойнап күліп жүргенде, мен ала жаздай күзде сабаққа киетін керекті қалам дәптерлерді, киім-кешегімді алу үшін бөтелке алюминий жинап сататынмын. Тірлікте ерте араласуыма кедейшілік, ақша жетіспеушілік себеп болды. Алматыға келіп, оқуға түскенде жұмыспен оқуды қатар алып жүрдім. Біздің оқу орны орналасқан жердің айналасы үлкен коттедждерге толы еді. Өзіммен қатарлы балалар қымбат машиналармен арлы-бері өтетін. Осындай үй мен машинаның жоқтығына кейде қынжылсам, кейде қызыға қарап, сол өмір сүру стиліне тез арада жету үшін талмай еңбектенетінмін. Еңбек етсең емерсің, жалықпасаң жеңерсің деп халық даналар айтқандай, арман болған өмір сүру стиліне де, атақ-абыройға да қол жеткіздім. Егер де кедей болып жүргенмен намыстанбасам, өмірдің биігіне шығуға талпынып, жетістік пен табыстың беретін жан рахатын аңсамасам, қарапайым біреу болып жүре беретін едім. Бұл кітапты жазудағы мақсатым адамдарға көмектесу, олардың жетістікке, табысқа жетуіне бағыт-бағдар беру. Еңбегінің жемісін жеп, Аманжол, сіздің кітабыңыз менің өзімді, өмірімді жағымды жаққа өзгертуге көмектесті деген оқырмандарымның жылы лебізін есту мені бақытты етер еді. Машинаның қозғаушы күші бензин болса, сол бензин іспеттес
болып, қорлық пен жан рахаты адамды қоздырады, қозғайды, әрекеттендіреді. Сіз бен біз не істесек те қорлықтан, қиындықтан қашу үшін немесе мақсатыңызға жетіп жан рахатын сезіну үшін істейміз. Табыс құпиясы біздің қорлану мен жан рахатын қаншалықты тиімді қолдануымызға байланысты. Көңіл бөлудің күші. Көпшілігіміз өзгергіміз келеді, бірақ өзімізді әрекетке итермелей алмаймыз. Содан кейін әрекет ету керек екенін білсек те әрекетті бастап кете алмағанымызға қиналамыз, жынданамыз, қажимыз. Себебі неде? Себебі біз түсінбестіктен, істің себебіне мән берместен салдарды, яғни әрекетті өзгерткіміз келеді. Мысалға, бәріміз табысты болғымыз келеді. Біз не үшін табысқа жету жолындағы бәріміз 100%-ға беріліп әрекеттенбейміз. Мүмкін фигураңыз көптен бері әдемі қылып өзгерткіңіз келетін шығар, бірақ диета сақтауға, таңғы жаттығуға келгенде ерініп қаласыз. Неге? Не үшін? Не себепті? Істің мәнісі не нәрсеге көңіл бөлетінімізде жатыр. Мақсатқа жету жолындағы қиындықтар ма, әлде орындалған арман мақсаттың беретін жан рахаты ма? Табысты болу үшін талмай еңбек етіп, кітап оқып, өзіңізді тәртіпке бағындыру керексіз. Оңай болады деп айта алмаймын. Дегенмен, табысқа, байлыққа қол жеткізу дегеніміз керемет сезім. Біріншіден, мейрамханадағы ас мәзірін арабша оқуды қоясыз. Екіншіден, достарыңызға, отбасыңызға, жақындарыңызға көмектесе аласыз. Үшіншіден, атақ абыройға, сый құрметке ие боласыз. Төртіншіден, өзіңізді өзіңіз бағалай бастайсыз. Бесіншіден, жыл сайын әлемдік саяхат жасап, жақсы жерлерге демаласыз, толыққанды өмір сүресіз. Алтыншыдан, бір уақытта арман болған өмір сүру стиліне қол жеткізгеніңізге мәз болып жан рахатын сезінесіз. Айта берсе көп қой. Кез келген орындалған мақсат сіз ойлағаннан қарағанда көп мүмкіндік, терең ләззат тарту етеді. Сондықтан өзіңізді өзіңіз шабыттандырып, жігерлендіріп отыру үшін мақсатыңызға жету жолындағы қиындықтарға емес, жеткен мақсаттың беретін мүмкіндігіне, жан рахатына көп көңіл бөліңіз. Ал енді өзіңізге қараңызшы, бүгінгі өзіңізге ризасыз ба? Келесі жылға дейін істеймін деген өтірік жауапкершіліктен жалыққан жоқсыз ба? Арманы бойынша өмір сүрген өзіңіз қатарлы адамдардан қай жеріңіз кем? Әлде олардың 7 қолы 8 аяғы бар ма? Әрине, оның жоғарыда көкесі бар, туғанның талантты еді. Оның жолы болғыш деген ойлармен өзіміздің әрекетсіздігімізді ақтағанымызда бәрібір. Жүрегіміздің түбінде ол адамдардың бізден ешқандай да артықшылығы жоқтығын, кінә өзімізде екен сеземіз ғой. Айтыңызшы, болашақта балаңыз немесе немереңіз, әке шеше, біз неге кедейміз? Мен неге жақсы оқу орнында оқымадым? Не себепті бізде 4 қабатты үлкен үй жоқ десе, не деп жауап бересіз? Тағы да Құдайдан бастап бәрін кінәлайсыз ба? Ең үлкен қорлық өзіңнің әрекетсіздігіңе өзгелерді кінәлау. Ақша жетіспеушілік, денсаулықтың болмауы, көңіл-күйдің төмен болуы, ас мәзірінің арабша оқуы жалғаса бермек. Егер де сіз осылай намыстанбай жүре берсеңіз, сіз жиып алған артық салмақ, бітпейтін шаршау, қатпарлы киімдер жалғаса бермек. Сіз қашан диета ұстауды, кешенді жаттығуды бастамайынша. Сізге керегі қазіргі қорлықтан бас тартып, намысыңызға қайрайтын болды. Жетер енді. Бүгіннен бастап мақсатыма жету үшін 100%-ға беріліп еңбек етемін деген жауапкершілік. Сенбесеңіз, бұл кітапты мен 3 айда жазып бітірдім, бірақ 1 жыл бұрын кіріспесін жазып бастағанмын. Қолымнан келеді ме, келмейді ме деп көп ойланып жүрдім. Қашан бітеді деп сұрағандарға кітап жазу оңай деймісің, қолымнан келмей жүр деген сылтаулармен өзімді өзім алдап жүрдім. Бірақ бір күні өзімнің әрекетсіздігіме жыным келіп, бұл кітапты бітірудің орнына мен неге бейшара болып ырылдап, жыбырлап жүрмін осы деп өзіме сұрақ қойдым. Ойлана келсек, 3 айда жазып бітіремін, бітірмесем, жоқ бітіремін деп шешім қабылдадым. Сол уақыттан бастап күнде өзімді жігерлендіріп, шабыттандырып, шаршағаныма мән берместен жазуға кірістім. Нәтижесі қолыңызда. Қозғаушы күш, шабыт мықты болса, кез келген істі істеуге болады. Сондықтан қазіргі мақсатымызға уақытында жетуге көмектесетін, жүрегімізде қозғаушы күш, шабыт оятатын жаттығу жасайық. Ағылшын тілін үйренемін. Темекіні қою деген сияқты жазып шығыңыз. Егер де мен бұл істі тез арада істесем, менің алдымнан қандай мүмкіндіктер ашылады, қандай жан рахатын сезінемін деген. Осы деңгейде өмір сүру стилі ұнаса, істеу керек істі істемей жүре беріңіз. Өз обалыңыз өзіңізге. Ал мақсатыңызға шын жеткіңіз келсе, өзіңіздің
жеке өзгелердің бақытты ойландырса, мақсатыңызға жету арқылы қандай мүмкіндіктерге ие боласыз, қандай жан рахатын сезінесіз, сол жайлы көп ойлаңыз. Ерініп тұрсаңыз, міндетті түрде осы жаттығуды жасаңыз. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Жасасам не болады? Жасамасам не болады? Мысалға, ағылшын тілін үйренуді көптен бері армандап жүрсіз, бірақ репетиторға ақша қимай болмаса ерініп жүрсіз. Ағылшын тілін үйренсем не болады деп өзгереді. Әлем бойынша еркін жұмыс істеймін, кез келген ақпаратты оқи аламын. Кіріс көлемі өседі, алдымнан үлкен мүмкіндіктер ашылады. Бүгін істеу керек істі келесі күнге қалдыру оның күшін жояды. Мақсатқа жету жолында өзіңді шаптырында білудің 10 ережесі. Ең бірінші, өмір өзіңді өзің қамшылаудан, жігерлендіруден шаптырынан ғана тұрса, онда ол бақыт. Сондықтан өзімізді өзіміз шаптырында білуіміз керек. Жағымды ойда болыңыз. Ойлағаны болмай қалса не болады? Қабілетім жете ме деген сияқты ауру ойлардан аулақ болыңыз. Арманыңызды орындалған көз алдыңызға жиі елестетіңіз. Алдын ала мақсатқа жеткен күні сезіміңіз қандай болады, не істейсіз, сол күннің сценарийін жазыңыз. Екінші, күнде жатарда арман мақсатын орындалған елестете білуді әдетке айналдырыңыз. Елестету барысында қиын көрінгенмен бір апта ішінде кәдімгідей жаттығып қаласыз. Есіңізде болсын, не жаттығады, сол дамиды. Арман мақсатыңызды сізді қолдайтын адамдармен бөлісіп үйреніңіз. Жарайсың, сенің қолыңнан келеді деген сөзді естіген сайын өзіңізге деген сеніміңіз арта бермек. Төртінші, арманыңыздың альбомын жасаңыз. Алам деген үйіңіздің, машинаңыздың, танысыңыз келген адамдардың, саяхат жасағыңыз келген қала суреттерін жинап, сізге жиі көрінетін жерге іліп қойыңыз. Визиткаңыздың артына мақсатыма уақытында жетсем, осындай мүмкіндіктер алдымнан ашылады. Жан рахатын сезінемін. Өмірімде үлкен өзгерістер болады деп жазып алыңыз. Визитка күнделікті айнаңыз секілді қалтаңызда жүруі тиіс. Күніне кемі 10-15 рет визитка жазуды оқып отырыңыз. Ұлы мақсат қойып оған жеткен адам ұлы тұлғалардың өмірбаянын жиі оқып отырыңыз. Кезіккен қиындықты қалай жеңе білді, қалай өздерін шаптырына білді, сол жайында көп ізденіңіз. Жетістікке жету табысты психологиясы бойынша семинар тренингтерінен қалмаңыз. Есіңізде болсын, табысқа бастар баспалдақтың көп бөлшегін семинар тренингтер құрайды. 8-ші, тек көңіліңізді көтеретін әуендер ғана тыңдаңыз. Көңіл күйіңізді түсіретін әуендерге миыңыз алыс ұстаңыз. 9. Өзгелердің проблемасын тыңдамаңыз. Өзіңізде ешкімге проблемаңызды айтпаңыз. Проблема ол мусор. Әркім келіп проблема лақтырады. Сіз мусорный ящик емессіз ғой? Ешкім де мусорный ящик емес. Өмірге түңіліп қарайтындардан 10 метрге алыс жүріңіз. Сынықтың басқаның бәрі жұғады. Сіз сияқты өзгеруге талпынысы бар, өрлеуге деген ниеті бар адамдармен дос болыңыз. Сіз арман қылған өмір сүру стиліне қол жеткізген адамдармен жиі араласыңыз. Жетем дегеніңізді, жеткеніңізді айтып ой бөлісіңіз. Кімнен туғаныңа емес, кіммен тұрғаныңа көңіл бөл деген ұлылар. 10. Мақсатыңызбен ауырыңыз. Тісіңіз ауырса не болады? Тісіңізді қашан емдеткенше ойлағаныңыздың барлығын тісіңіз емдету болмай ма? Сол сияқты ойыңыздың барлығы қалайша мақсатыма жетуге болады болу керек. Жақсылап шабыттансаңыз, сіздің биокомпьютеріңіз кез келген істің шешімін табады. Ол гарантия. Мақсатымыз бар. Сол мақсатқа жету жолында өзімізді шабыттандыруды, kesкен қиындыққа қарамай жігерлендіруді үйрендік. Енді жетем деген мақсатқа ішкі наным сенімдерге қарсылық жоқ па екен, сол жайында сөз қозғайық. Яғни біздің ішкі құндылықтарымыз, біз бағытталған сенімдер жүйесі бізге қаншалықты деңгейде көмектеседі, немесе залға келтіріп жүр, әңгіме сол жайында болады.